Қайырлы күн қыздарым, бүгін мен сіздермен жұмсақ суға пісетін сырты күтірлеп тұратын керемет нанның рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 200 грамм жылы суға қант саламыз, дрожж саламыз және 5 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Міне осындай болады. Енді бұған аздап сұйық май құямыз. Ертілген сары май құйсаңыз да болады. Тұз саламыз және де аз-аздан ұнды салып отырамыз. Толық мөлшері описаниеда жазылған, сол жерден көрсеңіздер болады. Басында қасықпен, кейін қолымызбен араластырамыз. Міне, енді аздап сұйық май құйып, осылай басып қоямыз. Кейін көтерілгенде жабысып, бізге кедергі келтірмеу үшін арнайы сұйық май құямыз. Бетін салафанмен жауып, орамал жауып 1 сағатқа қоямыз көтерілуге. Міне көтерілген нанымызды формасын жасайтын боламыз. Енді бұны біздер 2 бөлікке бөлеміз. 2 бөлікке бөлгеннен кейін формасын жасайтын боламыз. Міне бірінші дөңгелек формаға келтіріп алдық. Содан кейін сопақша қылып жасадық. Сіздер қалауларыңызша басқа формада жасасаңыздар болады. Және пышақпен осындай сызықтар жасаймыз. Бұны сіз суға пісіріп алғаннан кейін де кессеңіз болады. Пышағыңыз өткір болуы керек, сонда әдемі сызықтар түсетін болады. Сызып болғаннан кейін бетіне орамал жауып 5-10 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Міне көтерілген байқадық. Енді қайнап тұрған суға бірінші бер жағын, екінші ар жағын 1 минуттан ұстаймыз. Одан көп ұстауға болмайды. Және бетіне қалауыңызша әсемдеп кунжутпен мак сепсеңіздер болады. Жұмыртқа жағып керек емес. Енді бұны қызып тұрған 200 градус пешке 30-40 минутқа қойып пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады, күтірлеп. Ортасын барлығы піседі, жұмсақ болып ерекше дәмді болады. Міндетті түрде істеп көріңіз. Және де қыздарым, осындай керемет рецепттер жіберіп алмау үшін менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыз. Бұны үйреніп тапсырыс қабылдап жатқан қыздар өте көп. Подписаться кнопкасын басып, 1 рет обновление жасап жіберсеңіз, сізге барлығы ашылады. Қазақша контентті қолдап достарыңызға жіберіңіздер.